Шайтанның ең жек көретін амалы бар. Ол не нәрсе? Ол адам баласының Алла тағалаға сәжде етуі. Сәжде ету, намаз оқу. Дәл осы амал шайтанға ең жек көрінішті болып саналады. Неге? Өйткені білесіздер, Алла тағала қасиетті Құран кәрімде бізге бір оқиғаны баяндайды. Алла тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Садақаллахул азим. Дәл сол сәтте біз бүкіл періштелерге адам баласына сәжде қылуды бұйырдық. Бүкілі сәжде қылды да, ішінен ібліс қана сәжде қылмады. Ол тәкаппар болып, кәпірлердің қатарынан болып кетті деді. Яғни, қараңыздар, сол сәжде үшін жәннаттан кетіп отыр. Сәжде үшін ұғылып отыр. Сәжде үшін изгой болып кетіп отыр да. Демек, ғалымдарымыз айтады, сіз сәжде қылған сәтте шайтанға ең жек көрінішті амал істеп жатсыз, ал Аллаға ең сүйікті амал істеп жатсыз. Қандай керемет нәрсе. Сол үшін сәжде Алланың сүйікті амалы, ал іблістің ең жек көретін амалы.